Гата печеньесін дайындап көріңіздер. Бұл печенье құрамы және дәмі жағынан пахлаваға ұқсайды, бірақ та жасалу жолы жеңіл болып келеді. Және де міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырау шырағына басып, видеоның соңына дейін қарай отырыңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін 400 грамм ұнымызға 180 грамм сары майымызды аунатып, крошка жасап аламыз. Одан кейін 1 шай қасық қамыр қопсытқыш қосамыз. Шым-шым тұз саламыз. 1 жұмыртқа және 150 грамм қаймағымызды саламыз. Енді осы заттардан жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 30 минут көлемінде тоңазытқышқа целлофанға салып қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындай беретін боламыз. Салмасы үшін бізге 100 грамм грек жаңғағы блендерден өткізіп үгітіп алдым, және 100 грамм қант қажет, 1 ақуыз қажет. Осы заттарды жақсылап араластырып дайындап аламыз. Енді кезекте қамырымызды жаятын боламыз. Барынша жұқалау етіп жайған жақсы. Қамырымызды барынша жұқа етіп жайып болғаннан кейін 2 бөлікке бөліп, ішіне жаңағы дайындаған салмамызды салатын боламыз. Салмамыздың жартысын салдық бір бөлігіне. Жаймалап жайып, шетінен бастап ораймыз. Орап болғаннан кейін пышақтың көмегімен немесе осылай менде терканың жаңағы күштің осындай ирек кесуге арналған жағын пайдаландым. Осылай әдемілесеңіздер болады. Дайын болған печеньеларымызды пергамент қағаз төселген противенімізге салып, бетіне сары уыз жағып, осылай әдемілеуге болады. Екінші бөлігін осындай формада кесуге де болады, 3 бұрыш етіп. Оған да сары уыз жағып, әдемілеп 180 Цельсий градуста 25-30 минутта пісіретін боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Каналдағы барлық рецепттерді қарай жүріңіздер. Және де комментарийға менің каналымда қандай рецепттердің болғанын қалайсыздар, сол туралы жаза кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз маған шабыт береді, сондықтан жазып кетіңіздер комментарийға, барлығына жауап беремін. Міне іші осылай болады, өте дәмді болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.